Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ауыздан кетпейтін жұмсақ қимақтың рецептімен бөлісемін. Алдымен осы 2 жұмыртқаны жарып, үстіне 3-4 қасық құмшекерімізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Егер жұмыртқаларыңыз кішкентай болса, онда 3 жұмыртқа қосасыздар. Менде үлкен болған соң 2 жұмыртқа қостым. Бізге миксердің қажеті жоқ. Венчикпен, шанышқымен араластырсаңыздар болады. Бірақ маған қасық ыңғайлы болған соң қасықпен араластырдым. Әдемілеп араластырамыз түгел. Үстіне шым-шым тұз саламыз. Сосын тағы да жақсылап араластырып, үстіне 250 мг сүт қостым. Егер сүт болмаса, айран қоса берсеңіздер болады. Жақсылап тұрып, тағы да араластырып, үстіне ұн қосамыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өткізілу керек. Сонда оладьіміз пышный болып шығады. Ұнымызды бірте-бірте қосамыз. Бірден қосып жібермеңіздер. Себебі біздің қамырымыз не қою, не сұйық болып қалмауы керек. Көз мөлшермен шамалап қоса бересіздер. Осылай жақсылап тұрып, тағы да араластырамыз. Біркелкі болып араласқан соң үстіне 1 шай қасық нан содамызды саламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болып қалды. Қамырымыздың консистенциясы осындай қою қаймақ тәріздес болады. Дайын болған қамырды 10 минутқа қойып қоясыздар. Міне 10 минут өтті. Мен табамды қыздырып, кішкене үстіне май құйып, бір қасықтан салып пісіре бастадым. Қамырымыздың бетінде андай точкалар пайда болып жатыр. Демек, бұл ауыстыру керек деген сөз. Міне құймағымыз пышный болып, көмпиіп пісіп жатыр. Шет-шеттерінде солай майға батырып сарғайтып алсаңыздар болады. Мен қанша рецептпен пісіріп көрдім, көбісінде дұрыс болмайды. Ортасы шикі болып қалады, болмаса дұрыс көтерілмейді. Бірақ осы рецепт өте тамаша рецепт. Ортасы әдемі пісіп, сондай жұмсақ болады. Сіздер де міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Пісіріп көрсеңіздер, видеоның астына комментарияға бөлісіп кетіңіздер, достар. Видео ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта пайдалы кеңестермен, түрлі оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.